Ахмет Байтұрсынұлы атындағы нөмір 9 орта мектеп базасында облыстық семинар өтіп жатыр. Семинардың негізгі мақсаты сынып жетекшілер мен ата-аналар арасындағы тиімді қарым-қатынас орнату, сондай-ақ ата-аналар жиналыстарын ұйымдастыруда заманауи әдістерді енгізу. Сынып жетекшілердің кәсіби дамуына, ата-аналармен тиімді қарым-қатынас орнату дағдыларын жетілдіруге мүмкіндік береді. Сегодня в школе номер 9 проходит областной семинар на тему сотрудничества детей и родителей. Семинар проходит в рамках общения родителей и детей. Семинар очень полезный, позитивный. Особенно понравилась практическая часть, где мы все побыли в роли родителей и смогли понять их роль и смогли понять, поставить себя на их место. Таким образом, сотрудничество учителей, классных руководителей и родителей будет более позитивным и понятным для обоих сторон. Бір тұтас тәрбие бағдарламасы аясында сынып жетекшілерге облыстық семинар өтіп жатыр. Сынып жетекшілер өзінің тәжірибелерімен, білімдерімен алмасып жатыр. Семинарда мастер-класстар, әдістемелер, неше түрлі іс-шаралар қолданып жатыр. Болашақта осы семинарда алған білімімді әрі қарай қолданамын деп ойлаймын.